Құран кәрімде Ахқаф сүресінде Алла тағала былай дейді: күдіксіз сондай Раббымыз Алла деп, сосын туралықты ұстанғандар, оларға еш қауіп қатер жоқ, әрі олар күйінбейді яки қайғырмайды делінеді. Бұл аяттың мағынасы, егер кім шынайы Аллаға иман келтіріп, момын мұсылман болатын болса, одан кейін барып ізгі іс істеп, туралықты ұстанып, туралығына бекем болатын болса, онда ол ақиреті үшін уайымдамастан, о дүниеде оған ешқандай қауіп қатер жоқ екендігін Алла тағала баян етеді. Және де ол осы дүниедегі қалдырып қойған нәрсесіне күйінбейді. Яғни бұл дүниеде егер ол ізгілік істесе, жақсылық жасаса, ол дүниеде, ақиретте Алланың құзырында жүзі жарық болып, жәннатқа лайықты құлдары пендерінің қатарында болады. Және ол өзінің осы дүниедегі істеген ісіне кәміл иманда, кәміл сенімде болады. Бұл дүниеде егер жақсы өмір сүріп өткен болса, ол ақирет үшін де уайымдамайды, және дүниедегі қалдырған нәрсесіне де уайымдамайды.